Бауыр әңгімесінде қозғалатын басты мәселе ауыл жағдайының қиындығы. Манап пен Қалидың анасының қайтыс болуы, соғыстан оралған сырқат әке. Әкесі соғыстан оралғанмен күнде ауырып, 4 жасар Қалиды қарайтын адам болмай, Манап әкесі екеуі оны интернатқа әкеліп орналастырады. Манап ауылда әкесіне көмектесіп қалады. Кейін әкесі қайтыс болып, Манап көп қиыншылық көріп, ержетіп Алматыға өз күшімен оқуға түседі. Ескіріп, етек-жеңін жинаған Манап өз інісі Қалиды іздеп табады. Ата-тегі өзгеріп кеткен Қалиды омбыдан тауып бауырын іздейді. Жастайынан интернатта өсіп жат болып кеткен Қалимен жүздесіп дидарласады. Қанша дегенмен бауыр ғой. Қаншама жыл көрмесе де бауырын сағынған Манап оның жүзінен көкесінің жымиысын көріп іші жылиды. Қали өз спорт жарыстарының ұшқыш болу арманын айтады. Манап әкесінің қайтыс болғанын, басын қарайтқанын айтқанда Қали түсінбейді. Сөйтіп ағайынды екі бауырдың кездесуі салқын өткенмен, Манап өз бауырын тапқанына қуанады. Ендігі жылы келетін болып қош айтысады.